Ана тілі туған тіліміз бір күнде огренілме. О ана сүті иле ашланыла. Айненелеріні жанландырмақ ғайесінен Көзайдың ресурс информацион мерkezінің yolbaşçысы Зарема Хайридинова заман яшайды. Ниайет бүгін яңы айненелер дискі дүния yüzіні көрді. Бешік ерларымыз миллетіміздің жанландырacak формулалардан бірідір. Бұл фікір бүгін тедбірде іштирак еткен балачықларымызны көргенден келді. Салонда оларының ресімлерінден тертіп етілген экспозиция нумайыш етілді. Бұл ресімлер айнени кітабыны да яраштырдылар. Олар үшін ерланған айненелер балаларының ішкі дүниясыны ве дүния бақышыны ифаде ете. Илхам ансамблінің yolbaşçысы Алия Меметова Ролан Салиевнің ижрасында айненені ешітіп, махсус постановка азырлады. Milli hareket ветераны Шефика консул өз хатырлауларынан пайлашты. Екі баланың анасы Ержіміз Оксана Аметова жан юректен айненені ижра етті. Бір Қырым татар айлесінде айненелер кітабы рафларының оқ сафларында ерлешмесі лазим. Милли нағмелер балада өз медениетіне севги ашлай. Böyle ажайып алем балада құндақтан олса, яғни о айненені ешітіп юқыға далса, масал ве шиырчіклер тез айтымларыны деңлесе о ахлақи ве рухи жиеттен қави өсе. Ең esası ise böyle кібі айненелер генетик хатырасыны ташы. Sonra böyle балалар этносоциумда өзлеріні ақиқи Қырым татарлары оларақ исетерler.